сәлеметсіздер ме? Мен мынадай қолғапты 8 жасар немереме тоқыған едім. Қолғаптың тоқылуымен сіздермен бөліскім келіп отыр. Қолғаптың бас бармағы анатомический, оң мен солын ажырату керек. Қолғап тоқу үшін сары махер жіппен көк жіп қосып, спица үшіншімен тоқи бастадым. Мына қолғаптың сыртына жүрекшені өрнектеп қойдым. Қою себебін кішкентай балалар оң мен солын ажырата алмайды. Мынау қолғаптың сыртына әдейі істеп қойдым. Себебі мынау біздің бас бармағымыз анатомический. Біреу оң қолға кию керек, біреуін сол қолға кию. Жүрекшенің қалай тоқылатындығы менің каналымда бар. Бір спицаға 32 петля жинап аламыз. Бұл қолғап негізі 7 жасар, 10 жасар аралығындағы балаларға да тоқуға болады. Оның әдістерін тоқу барысында көрсетемін. Төрт спицаға 8-8-ден петляларды жинаймыз. Бұл қолғаптың бас бармағы, жабатын жерлері, резиналарының өзінің схемалары бар. Сол схемаларға қарап та тоқсаңыздар болады. Міне, осылай жинап болғаннан кейін 4 спицаны біріктіреміз. Мынау теріс жағы, ал мынау оң жағы бұл ылғи сыртында болады. Және 14 қатар тоқылады. Резинаны 2 оң, 2 теріс етіп тоқимыз. Мынау көрініп тұрған өрнектер лицевая сторона, оң жағы. Мынау бос спицамен 4 бұрышты жинап, айналдырып отырып тоқып отырамыз. Мұқият қарап отырсаңыздар, енді көп қыздар білетін шығар, бірақ жаңадан үйреніп жүрген қыздарға осылай айтып отырамын. Әрбір спицада 8-8-ден болғанда 32 петля құрайды. Осылайша 14 қатар тоқимыз. 2-2 резина тоқимыз. Бірінші 14 қатар етіп. Мына жіп біздің тоқымамыздың бастамасы ретінде қолдануымызға да болады, маркер орнына. Осыдан бастап енді резинамыз аяқталды, 14 қатар. Осыдан бастап енді оң тоқи бастаймыз. Енді саусақ шығаратын жерді тоқи бастаймыз. Енді сол жақ қолғапты бас бармағын жасау үшін жаңа айттық қой, бас жағындағы жіптен басталады деп, сол жерден бастап санаймыз. Содан кейін бас бармақты мына схема бойынша жасай бастаймыз. Мінекей мына жерде қазір бір спицаны 8 петляны тоқып, және 5 петляны тоқимыз. Мына жерде көрініп тұр. Енді қазір 5 петля. 1, 2, 3, 4, 5. Енді ол спицада 3 петля бар. Соның бір петлясының екі жағынан қосымша прибавкалар қосамыз. Оны мынадай әдіспен, мына жібімізді спицаға былай бір орап аламыз.
сосын мынаны оңымен тоқимыз және тағы бір орап аламыз, бірақ ішкі жақтан сыртқа қарай ораймыз. Сосын қалған екі петляны оңмен тоқимыз. Енді жаңа жібіміздің бастамасына дейін бәрін оңмен тоқып шығамыз. Тоқымамызды бастапқы жіпке дейін тоқимыз. Мына бас жақтағы 8 петляны тоқып біттік. Енді 5 петлядан кейін прибавкаларды жабамыз. Сөйтіп бағанағы жіпке дейін, тоқымымыздың бастамасына дейін бәрін оңғып тоқып шығамыз. Мына жерде петлямыз бар. Сол петляны айқастырып, тесік болмайтындай осындай тәсілмен тоқимыз. Келесі оң петляны тоқып аламыз оң қылып. Және мынау қосымша жіпті петляны тағы да айқастырып, артқы жағынан айқастырып аламыз. Оңғып тоқып аламыз. Осылайша ең соңына дейін тағы апарамыз. Бас жағына. Сонан кейін бас жағына келгеннен кейін схема бойынша келесі қатарды бәрін оңмен тоқып шығамыз. Осылайша 28 қатарға дейін тоқыңыздар. Схема бойынша. Енді қыздар оң жақ қолғаптың бас бармағын белгілеп алатын жерін көрсетемін. Міне тоқымамыз басталатын жерден бастап бірінші, екінші петляны оң қылып алып аламыз. Сосын қосымша жіпті былай бұрап аламыз. Ортадағы жіпті оң қылып аламыз. Және бір жіпті қосымша тағы да аламыз, орап аламыз. Сосын қалған спицадағы жіптердің бәрін оң қылып тоқып шығамыз. Жаңағы жұмысты бастаған жерге дейін. Бұл сол қол мен оң қол қолғабының айырмашылығы. Сол қолда 13
петляны оңмен бастап шығатын болса, жібіміз басталған уақыттан, тоқымамыз басталған уақыттан. Ал мына оң қолдікі бірденен жұмысымыз басталған кезде бірден 2 петлядан кейін басталып кетеді. Ол схемада көрініп тұр. Мұқият қарап отырсаңыздар, осындай айырмашылық бар. Енді схема бойынша неге 2 петлядан кейін қосымшалар, бір қосымша, бір лицевой, бір қосымша тұр. Онан кейін айналдырып бір қатар тоқып аламыз осы қалпында. Сол бас жағына келгенде тоқымамыздың қайтадан осы жаңа қосымшаларды жауып шығамыз. Сосын үшінші қайтара барлығын оңмен істеп шығамыз. Енді схеманы бүйтіп анықтап қарап отырсаңыздар, бәрі де түсінікті көрініп тұрады. Енді схема бойынша бас бармақтың орнын өзіміз тоқып шығамыз. Міне бас бармақтың орны көрініп тұр. Қабырғалары. Енді саусақты шығармас бұрын оған орнын жіпке тізіп аламыз. Ол үшін басындағы 2 петля бар еді, соны бір спицаға жинап аламыз. Қосымша жіппен крючок арқылы ашық тұрған петлялардың бәрін саусақтың орнын сол жіпке тізіп байлап қоямыз уақытша. Бұл қосымша жіпті спицамен түгел бүйтіп жинап алмай-ақ, 2-3 петлядан бүйтіп тартып, немесе 1 петлядан тартып отырсаңыз да болады. Болмаса, инемен де тартып, мына қосымша ақ жіпті жинауға болады. Міне осылайша петляларды уақытша байлап қоямыз. Енді саусақтың орнын байлап қойғаннан кейін спицадағы 2 петляны алдыңғы спицаға жинай тұрамыз. Одан кейін бір қосымша петляны осылай жасап аламыз. Сосын келесі спицаға қосып бәрін тоқи бастаймыз. Жалпы 32 петля болу керек. Бастапқы жиналғанда сондай 32 еді ғой.
32 петляны тек қана оң қылып жоғары қарай тоқи бастаймыз. Осы жерде спицаларды айналдырып 32 петляны жоғары көтере бастаймыз. Осы жерде жаңа балалардың размерлері кішкентай болады, үлкен болады деген сияқты. Соған байланысты өздеріңіз қалағаныңызша онға тар бола ма, одан да көп бола ма, солай өлшеп, мынау жаңа саусақтың орнын аштық қой. Сол саусаққа баланың қолын салып, содан жоғары қарай жуықтап өзіңіз қарап отырсаңыз болады. Енді 7 жасар, 10 жасар деп айтып жатырмыз ғой. Арасында балалардың қолы кішкентай, жіңішке, ұзын. Соған қарай өздеріңіздің қолыңызда. Қазір тек қана оңды жоғары қарай көтеріп тоқып жатырмыз. Менің немеремде енді қолы ұзындау болды ма, 13-15-тей жоғары көтерді. Қолғаптың бас жағын 3 бұрыш сияқтанып келеді ғой. Мына схемадағыдай. Жеткеннен кейін осы схема бойынша тоқи бастайсыз. Видеода қалай тоқылатынын да көрсетемін. Мына тоқып отырғанымыз оң жақ қолғап. Саусақтың жинап байлап қоятын кезімізде 2 петляның алдындағы спицаға уақытша тартып алғанбыз. Сол спицадағы 2 петляны қайтадан кейінгі спицаға қайтаруымыз керек. Ол деген біз жұмысымызды бастайтын маркеріміз бар ғой, бас жағында бастадық. Сол кезде бірінші спицада 8-ден болады, екіншіде 8-ден болады. Солай 8 спицадан болу керек. Сондықтан жаңағы жұмысты бастаған жердегі спица 8 болып қалу керек та, екеуі артық болып тұр. Соны кейінгі спицаға өзінің орнына қою керек. Сонда жаңа жоғары, тек қана оңдарды, оң тоқуларды жоғары көтеріп жатыр едік қой. 32 петлядан 32 петля 8 спицаларда 8 штуктан болады. Енді қажетті қатарды тоқып біткеннен кейін бас жағын жабуымызға болады. Схема бойынша бас жағын жапқан видеом жөнде түспей қалған екен, кешіріңіздер. Соны жеке үлгі ретінде тағы өзім тоқып шықтым. 32 петляны 4 спицаға салып, оң қылып тоқып шықтым. Бірінші спицамен тоқу барысында бірінші петляны оң қылып аламыз. Схемада симай қалыпты шеті. Оң қылып аламыз. Мінекей бірінші петляны тоқимыз. Келесі 2 петляны біріктіреміз. Біріктіргеннен кейін осы спицадағы 5 петляны оңмен тоқып шығамыз. Енді екінші спицада келесі петляны 5 петля тоқимыз. Оң тоқымамен. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5 петля. Спицада 3 петля қалады. Соның екеуін қысқартамыз.
шеткісін бір уғымен тоқимыз. Енді үшінші спицада қайталаймыз. Бір шеткісін 10 қылып аламыз. 2 петляны біріктіріп аламыз. Біріктіргеннен кейін 5 петля тоқимыз осы спицада. Және келесі спицада тағы 5 петля тоқимыз да. Соңғы 3 петля қалғанда екеуін біріктіріп шеткісін 10 қылып аламыз. Схемада бәрі көрініп тұрғандағыдай. Мінекей бірінші қатарды схемадағы тоқып біттік. Енді жаңағы жиналған петляларды, бұлай петлялардың бәрінің үстіне жауып шығамыз. Барлығын 10 қылып. Бір қатар істейміз үстіне. Тағы бір спицаны 10 қылып тоқып аламыз. Бір айналамыз осылай. Бір айналым жасадық. Сонан кейін схемадағы үшінші қатарды бастаймыз. Схема бойынша үшінші қатарда шет жағын, шет жағына бір 10 петля және 2 петляны біріктіріп аламыз. Сонан кейін осы спицадағы барлық жіпті осы спицадағы соңына дейін апарамыз. Келесі спицада тағы да оңмен тоқи бастаймыз.
спицаның соңғы жағында 3 петля қалу керек. 3, 4, 2. Соңғы жағында 3 петля қалады. Соны екеуін тағы да біріктіреміз. Біріктіріп аламыз. Соңғы петляны оң қылып аламыз. Енді үшінші спицада бірінші петляда оң қылып аламыз. Екі петляны біріктіріп тоқимыз. Сонан кейін соңына дейін оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Сосын соңғы бір петляны оң қылып тоқып аламыз. Мінекей. Жұмысшы жібіміздің бас жағына келдік. Енді схема бойынша бұның да үстіне жоғары жағына 4-ші қатарда тек қана оңмен айналдырып өтеміз. Барлығы оң тоқыма болады. Келесі қатарларды схемаға қарап өздеріңіз тоқып көріңіздер. Ең соңында әр спицада 2 екеуден қалады. Сол кезде жабуды көрсетемін.
Mine бас жағына да келдік. Әр спицада 2-2 петлядан қалды. Енді қажетті жабатын жібімізді керегімізше қырып аламыз. Сонан кейін крючокпен әр спицадағы петляларды алып отырамыз. Осылай спицадағы жіпті қысып ұстап тұрамыз. Сосын крючокпен ақырын кіргізіп, жаңа қырып алған жібімізді осы 2 петлядан өткіземіз. Осылайша тартып аламыз. Енді келесі спицадағы 2 петляны қысып ұстап тұрамыз. Спицаны ақырын шығарамыз. Крючокты салып, жаңағы жіпті осы петлялардан тағы өткіземіз. Келесінде осылай істей береміз. Тек ана жерін 2 петляның астын жақсы ұстап тұрсаңыздар, шығып кетпейді. Қазір жіпті тартып аламыз. Енді бір спица қалды. Бұны да қатты ұстаймыз. Крючокпен тартып аламыз бос жіпті. Сонан кейін жиналған жердің ішінен қолғабымыздың бас жағының ішке қарай жібереміз. Тартып аламыз ішке қарай. Астына барғаннан кейін жөндеп шығып кетпейтіндей қылып амалдарын жасаймыз. Енді қыздар, бас бармақты шығаруымыз керек. Енді ол үшін ең ортасынан петляға кіргізіп алу керек крючокты. Сосын жанындағы петлялардан астыңғы жағынан қарап отырыңыздар. Арт жағынан кіргізіп, екінші қабырғасы болады ғой, біз жаққа көрініп тұрған. Сол қабырғасынан бір петля суырып аламыз. Сосын крючоктағы жіпті, 2 жіпті спицаға өткізіп аламыз. Ол ана жерде тесік болмас үшін жаңағыдай тәсіл істеуіміз керек. Енді келесі спицаға жинай бастаймыз оң қылып. Осылай петляны тартып алғаннан кейін келесі спицалардан петляларды тере бастаймыз. Оң қылып.
жаңағы петлялардың барлығын петляларын тоқып біткеннен кейін мына жерде тағы да мұқият қараңыздар, орталығы ғой. Осыны жаңағыдай тәсілмен жоғары жағынан, арт жағынан былай енгіземіз де, анау қабырғадан бер жақ беттегі қабырғаның біреуін күрчекпен тартып аламыз. Мына өрім сияқты көрініпті ғой, соның біреуін тартып аламыз. Себебі қазір қолғаптың орындарын шығарар кезде баспармақтың арасында тесік болып қалмас үшін неге өрімнің бір қабырғасын алдық, жаңағы алдындағы осылай көрініп тұр да, қыздар түсінікті шығар деп ойлаймын. Енді крючоктағыны спицаға ауыстырып аламыз. Бұны да жіппен тоқып жібереміз. Тағы бір петляны тоқып жібереміз. Сонан кейін ана жіптерді байлап тастаймыз. Мінекей бір петляны тоқып жібердік. Мына екі жіпті қатты шықпайтындай қылып байлап тастаймыз. Осылайша. Сосын басты жіппен айналдырып тоқи береміз. Мінекей ешқандай тесігі жоқ. Жаңа әдіспен істегендегі. Үш спицаны бір айналдырып тоқып аламыз. Барлығы оң болады. Енді саусақтың бастарын жабуымызға болады. Ол үшін әрбір үш спицадағы бас жағындағы екі петляны біріктіріп отырамыз. Баспармақты тоқу барысында бас жағын жаппас бұрын балаңыздың саусағын салып көрсеңіз де болады. Қай жерден жабуды бастау керек екенін көресіз. Үш спицада екі-екіден петля қалғанда
крючокпен мындай тәсілмен екі петляны астынан ұстап тұрып, ана жіптен тартып аламыз. Бұлай бір тартып аламыз бір спицадан. Келесі спицаны да алып, астынан ұстап тұрып, крючокпен ақырын тартып аламыз. Және қазір үшінші спицадан да тартып аламыз. Келесі спицаны да петляларды астынан ұстап тұрып, қысыңқырап шығып кетпейтін еді. Осылай тартып аламыз. Қажетінше жіпті қырып тастаймыз. Артық жіптерді қолғаптың ішіне кіргізіп жасырып қоямыз.